Иондық қосылыстың суда еруі, кристалды иондық қатты денеден еркін қозғалатын гидратталған иондары бар ерітіндіге өтуінен тұрады. Гибс энергиясының өзгерісі процестің жүру мүмкіндігін анықтайды. Егер дельта G-дің мәні теріс болса, процесс спонтанды болады және қатты дене суда ериді. Егер дельта G-дің мәні оң болса, процесс жүрмейді және сол себепті қатты дене суда ерімейді. Гибс энергиясының өзгерісі энтальпия және энтропия өзгерістеріне байланысты болғандықтан, бұл екі факторда қосылыстың ергіштігіне әсер етеді. Біз энтальпия өзгерісін иондық қосылысты екі сатыда ерту арқылы таба аламыз. Бірінші сатыда иондар бір-бірінен алыстап, газ тәрізді иондар қоспасын түзеді. Иондар арасындағы кулондық әсерлесуді бұзу үшін энергия қажет. Бұл энергия теріс таңбамен алынған кристалдық тор энтальпиясына тең болады. Келесі сатыда иондар суға тасымалданып, гидратталады. Бұл экзотермиялық процесс бөлінген энергия түзілген иондардың гидратация энтальпияларының қосындысына тең. Жалпы энтальпия өзгерісі кристалдық тор энтальпиясы мен гидратация энтальпиясының мәндеріне байланысты оң немесе теріс болуы мүмкін. Екінші жағынан, еру кезінде реттелген кристалдық күйден реттілігі төмен, ерітіндіде еркін қозғалатын гидратталған иондарға ауысуы болатындықтан, энтропия өзгерісі оң болады. Стандартты гибс энергиясының өзгерісінің мәні реакцияның жүру мүмкіндігін және оны спонтанды немесе спонтанды емес екенін көрсетеді. Егер процесс күшті экзотермиялық, яғни энтальпия өзгерісінің мәні үлкен теріс санға тең болса, гибс энергиясының өзгерісі де теріс болуының ықтималдығы жоғары. Яғни экзотермиялық реакциялар негізінен спонтанды болады. Мысалы, нәтижесінде су болып түзілетін оттек пен сутек арасындағы реакция жоғары экзотермиялық және оның стандартты энтальпия өзгерісі -484 килоджоуль бөлінген мольге тең. Газ тәрізді реагенттердің 3 молінен 2 моль газ тәрізді өнім түзілетіндіктен, бұл реакцияның стандартты энтропия өзгерісі -89 джоуль бөлінген Кельвин мольге тең болады. Цельсий бағаны бойынша 25 градуста Т дельта С құраушысының мәні -27 килоджоуль бөлінген моль. Осыдан стандартты гибс энергиясының өзгерісі -457 килоджоуль бөлінген моль екені шығады. Температура артқан сайын Т дельта С-тің мәні де артатын ескерген жөн. Егер температура айтарлықтай жоғары болса, бұл құраушы теріс энтальпия өзгерісін компенсациялап, гибс энергиясының өзгерісін оң мәнге ие қыла алады. 6000 Кельвин температурада Т дельта С -534 килоджоуль бөлінген мольге тең. Сондықтан, гибс энергиясының өзгерісі +77 килоджоуль бөлінген моль болады. Бұл арқылы біз өте жоғары температураларда сутектің жанбай, кері процесс судың өзін құраушы элементтерге ыдырауы жүреді деген қорытындыға келеміз. А мен Б-ның әрекеттесіп, С және Д өнімдері түзілетін реакцияны қарастырайық. Егер бұл реакция үшін гибс энергиясының өзгерісі теріс болса, С және Д өнімдері түзіліп, реакция солдан оңға қарай жүреді. Және керісінше гибс энергиясының өзгерісі оң болса, реакция кері бағытта С мен Д-дан А мен Б-ға қарай жүреді. Үшінші вариант, гибс энергиясының өзгерісі нөлге тең болатын жағдай. Ол кезде тура реакцияда кері реакцияда жүре алады және жүйе динамикалық тепе-теңдікте болады. Сутек пероксиді бөлме температурасында тұрақсыз. Бұл қосылыстың сулы ерітіндісінен оттегі газы бөлінеді. Аталған реакцияның кері бағытта жүруі мүмкін болатындай температураны анықтайық. Термодинамикалық мәліметтер бойынша стандартты энтальпия өзгерісі -190 килоджоуль бөлінген моль және стандартты энтропия өзгерісі +57 джоуль бөлінген Кельвин моль екенін білеміз. Дельта H және -Т дельта С мәндерінің екеуі де теріс таңбалы болғандықтан, гибс энергиясының өзгерісінің мәні кез келген температурада теріс мәнге ие болады. Сондықтан реакция кез келген температурада спонтанды болып, қандай жағдайда да оттегін су арқылы өткізген кезде кері бағытта жүре алмайды. Цельсий бағаны бойынша 0 градустағы мұз бен судың қоспасы динамикалық тепе-теңдіктегі жүйенің мысалы бола алады. Өйткені мұздың еруі мен судың қатуы осы температурада жүзеге асады. Гибс энергиясының өзгерісі нөлге тең, сондықтан тепе-теңдіктегі энтальпия өзгерісі Т дельта С-ке тең. Егер жүйе біршама жылу мөлшерін жұтса не болады? Қосымша жылу дельта H мөлшерін арттырады. Жүйені тепе-теңдікте ұстау үшін Т дельта С құраушысы да арттырылуы тиіс. Бұл өз кезегінде температура тұрақты болатындықтан, жүйенің энтропиясын арттыру керек деген сөз.
Ол кристалдық мұздағы молекулалардың реттелген орналасуын сұйық судағы қозғалмалы молекулалардың төмен реттілікке өзгеруі болатын мұздың еру арқылы жүзеге асады. Яғни, қоршаған ортадан жылу жұтылған кезде процесс эндотермиялық болғанына қарамастан мұз ериді. Мұздың еруінен қоршаған ортада салқындау эффектісі пайда болады. Тепе-теңдік күйіндегі су мен мұз қоспасынан жылу бөлінсе не болады? Енді дельта H азайып, соған сәйкес Т дельта S те азайып, жүйенің энтропиясы кемейді. Сәйкесінше су қатады, өйткені судың мұзға айналуы реттілігі төмен күйден реттілігі жоғары күйге ауысу болып табылады. Тепе-теңдік температурасы мен процестің энтальпия өзгерісін білсек, жүйенің энтропия өзгерісін таба алатынымызды айта кеткен жөн. Мұздың еру үшін энтропия өзгерісі 22 джоуль бөлінген Кельвин мольге тең. Эндотермиялық реакциялар үшін энтальпия өзгерісі оң болады. Алайда реакцияда үлкен оң энтропия өзгерісі болса, Т дельта S құраушысының мәні энтальпия өзгерісінің мәнін компенсациялап, Гибс энергиясының өзгерісі теріс мәнге ие болуы мүмкін. Басқаша айтқанда, жүйедегі ретсіздік үлкен мөлшерде артатын эндотермиялық реакциялар спонтанды болады. Гидрокарбонаттар қышқылдармен әрекеттесіп, газ күйіндегі көміртек диоксидін түзеді. Бұл реакция эндотермиялық, оның энтальпия өзгерісі плюс 14 килоджоуль бөлінген моль. Энтропия өзгерісі салыстырмалы түрде үлкен, және плюс 191 джоуль бөлінген Кельвин мольге тең. Гибс энергиясының өзгерісі минус 43 килоджоуль бөлінген мольге тең, сондықтан аталған процесс жүзеге асады және газ тәрізді өнім түзіліп, ретсіздік артатындықтан спонтанды болады. Биорганикалық қосылыстардың ыдырауы әдетте эндотермиялық болып келеді және жоғарғы температураларда қыздыруды қажет етеді. Кальций карбонатының кальций оксиді мен көміртек диоксидіне ыдырауы қандай температурада жүзеге асатын білу үшін Гибс энергиясының өзгерісін анықтайық. Түзілу энтальпияларының көрсеткіштерінен бұл реакцияның эндотермиялық және энтальпия өзгерісі плюс 178 килоджоуль бөлінген моль екенін аламыз. Газ тәрізді өнім түзіліп, ретсіздік артатындықтан энтропия өзгерісі оң болады. Ол плюс 161 джоуль бөлінген Кельвин мольге тең. Осыған байланысты бөлме температурасындағы Гибс энергиясының өзгерісі плюс 130 килоджоуль бөлінген моль. Оның мәні оң болғандықтан, бөлме температурасында реакция жүрмейді. Т дельта S құраушысының мәні температурамен бірге артады. Белгілі бір температурада оның мәні энтальпия өзгерісіне тең болады. Кальций карбонатын ыдырату үшін мұндай температура 1106 кельвинге немесе Цельсия бағаны бойынша 833 градусқа тең болатын есептеп шығара аламыз. Осы температурадан жоғары температураларда кальций карбонатының ыдырауы термодинамикалық тұрғыдан мүмкін болады. Ал аталған температурадан төмен жағдайда кері процесс жүреді. Оған қоса бөлме температурасында кальций оксиді көміртек диоксидінің өте тиімді абсорбенті болып табылады. Еру энтальпиясы теріс болатын қатты денелер суда жақсы ериді. Энтропия өзгерісі оң болғандықтан, осындай қосылыстар үшін Гибс энергиясының өзгерісінің мәні теріс болады. Еру процесі спонтанды және экзотермиялық. Мысалы, калий гидроксидінің еру энтальпиясы 58 килоджоуль бөлінген мольге тең. Бұл процестің энтропия өзгерісі плюс 13 джоуль бөлінген Кельвин моль. Яғни 298 кельвинде Гибс энергиясының өзгерісі теріс мәнге ие және минус 62 килоджоуль бөлінген мольге тең. Сондықтан, калий гидроксиді жылу бөле отыра суда жеңіл ериді. Кейбір ионды қатты денелердің еру энтальпиясы оң мәнді болуы мүмкін. Егер оның мәні айтарлықтай аз болса, ол энтропияның артуымен компенсацияланады. Мысалы, аммоний хлоридінің еру энтальпиясы аз, оң мәнді шамамен плюс 15 килоджоуль бөлінген мольге тең. Энтропия өзгерісі салыстырмалы түрде үлкен және плюс 75 джоуль бөлінген Кельвин мольге тең. Бөлме температурасында Т дельта S-тің мәні еру энтальпиясының мәнінен артық болғандықтан, Гибс энергиясының өзгерісі теріс, ал процесс спонтанды болады. Аммоний хлориді суда жеңіл ериді. Процесс эндотермиялық болғандықтан, ерітіндінің температурасы төмендейді. Егер еру энтальпиясы үлкен оң мәнге ие болса, энтропияның артуы Гибс энергиясының өзгерісін теріс етуге жеткіліксіз болады. Осы қасиет тән болатын қатты денелер суда ерімейді. Жүйе мен қоршаған ортадағы жалпы энтропия өзгерісі оң болған кезде, химиялық және физикалық процестер спонтанды болады. Қоршаған ортаның энтропия өзгерісі үшін өрнекті өзгертсек, келесі нәтижеге қол жеткіземіз.
Ал енді теңдіктің екі жағында алдымен т-ға, содан кейін -1-ге көбейтсек, келесі мән шығады. Теңдіктің екі жағындағы таңбаларды өзгерткендіктен, реакцияның спонтанды болу үшін теңдеудің -t дельта S жалпы құраушысы теріс мәнді көрсетуі керек. Бұл құраушы дельта G белгісімен көрсетілген және Гиббстің бос энергиясының стандартты өзгерісі немесе жай ғана жүйенің бос энергиясының стандартты өзгерісі деп аталады. Бұл құраушта қоршаған ортаға емес, тек қана жүйеге қатысты көрсеткіштер болуы мүмкін екенін ескерген жөн. Сондықтан, бос энергияның өзгерісін анықтау арқылы химиялық немесе физикалық өзгерістің спонтанды немесе спонтанды емес екенін анықтауға болады. Келесі термохимиялық мәліметтерді пайдаланып, натрий гидроксиді мен тұз қышқылы арасындағы бейтараптану реакциясының стандартты Гиббс энергиясының өзгерісін анықтайық. Бұл реакцияның энтальпия өзгерісін реагенттер мен өнімдердің түзілу энтальпиялары арқылы есептеуге болады. Реакция экзотермиялық, ал стандартты энтальпия өзгерісі -56 килоджоуль бөлінген моль. Стандартты энтропия өзгерісі абсолютті энтропия мәндері арқылы есептеледі және плюс 81 джоуль бөлінген кельвин мольге тең. Сондықтан Цельсий бағаны бойынша 25 градуста стандартты Гиббс энергиясының өзгерісі -80 килоджоуль бөлінген мольге тең болады. Бұл реакцияның жүре алатынын және бөлме температурасында спонтанды түрде жүретінін көрсетеді. Энтальпия өзгерісі де -t дельта S құраушысы да теріс болғандықтан, дельта G-дің мәні температураға тәуелсіз теріс болады. Сондықтан, реакция кез келген температурада спонтанды.